адамдағылар ұзақ өмір сүреді. Халық саны бойынша Қытай бірінші орынды алатыны бәріне белгілі. Бұл тек туу көрсеткіші жоғары болуынан емес, мұнда адамдардың ұзақ өмір сүруіне де байланысты. Қытай дәстүрлі медицинасының маманы профессор Ли Цюни жастық пен денсаулықты сақтаудың сырын ашады. Қытай халық медицинасына 2000 жылдан астам уақыт болды. Оның басты теориялық негізі философиялық діни даосизм ағымы. Шығыс медицинасының батыстағыдан айырмашылығы олардың аурудың әу бастан неден пайда болғанын анықтап, алдын ала емдейді. Ал адам өзара бір-бірімен тығыз байланыстағы тұтас жүйе деп қарастырылады. Ал қазіргі ұзақ өмір сүрудің құпиясы неде? Видеоны соңына дейін көріңіз. Естіп білмеген ақпараттары бар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентке қолдау білдіре кетіңіз. Оның құпиясы тамақтануда. Ашық аспан елі тұрғындарының ас мәзірі